Натуропатия маманы Виталий Островскийдің видеоларынан аударма ұсынамын. Қош келдіңіздер каналыма. Қазір көп адамдардың жүрегін шаншиды, басым ауырады дегенін естіп жатамыз. Оларды емдеу үшін ағзаны тазалаудан бастау керек. Бірінші кезекте қалқанша безді тексертуіміз керек. Қалқанша без неге ауырады? Бірінші себебі ішектердің шлактарға толуы. Шлакты қазақшаға аударсаң қож деп аударылады екен. Қож деп сөйлесем ешкім түсіне қоймас. Тоқ ішекті клизма жасап тазартып алу керек. Ол үшін бір ас қасық соданы 43 градус 300 мг суға салып клизма жасаймыз. Енді 700 мг суға бір ас қасық сода салып клизма жасаймыз. 20 минуттай жатамыз. Араға бір күн салып 10 рет қайталаймыз. Осылай құрттардан құтылуға болады. Енді қалқанша безде йод мөлшерін тексеру керек. Адам температурасы 36-8 болуы керек. Төмен болса йод кем деген сөз. Йод жетіспегенде жүректі қысады, баста шуы болады. Өйткені қан айналым нашар. Йод жеткілікті болса, қан айналымы да жақсы болады. Қан айналымын реттеу үшін мойынға массаж жасаудан бастайық. Бірінші тәсіл: тегіс жерге жатып, сүлгіні қабаттап мойнымызға қойып, басымызды оңға, солға жайлап бұрамыз. 2 минуттан күніне 3 рет жасауға болады. Екінші тәсіл: жарты стакан жылы суға 15 тамшы перекис водорода мен азырақ тұз қосып, мұрнымызды күніне 2 рет шаямыз. Осы тұнбаны құлаққа да тамызуға болады. 1-2 тамшыдан тамызу керек. Лор дәрігерге барып жудырған да өте тиімді. Үшінші тәсіл: бастағы шу құрттардың әсері болуы да мүмкін. Прополистің 1 грамын күніне 2 рет ауызға салып сорып жүрсеңіз жақсы. Төртінші тәсіл: қаразіре майын 1 шай қасығын күніне 2-3 рет сорамыз. Осы майды саусағымыздың сыртына жағып, жеңіл қозғалыспен қалқанша безіне массаж жасауға болады. 20-50 ретке дейін. Бесінші тәсіл: 1 шай қасық имбирді 1 ас қасық суға араластырып, жылы бинтке салып, мойнымызға компресс жасаймыз. Қатты қыздырады, тек дәрігердің кеңесі қажет. 6-шы тәсіл: сүлік салдыруға болады. 7-ші тәсіл: піспеген көк жаңғақтың 1 данасын ауызға салып сорып жүруге болады. 8-ші тәсіл: көк жаңғақ пен әселді араластырып, қараңғы жерге 1 ай қойсаңыз, тамаша тұнба шығады. Осы тұнбадан ұрттап аз-аздан ішіп жүруге болады. 9-ші тәсіл: жаттығу арқылы қалқанша бездің жұмысын реттеуге болады. Ол үшін қолымызға 1 кило гирді алып, оны басымыздан асыра көтеріп және төмен түсіреміз. 10 шақты рет қайталауға болады. Енді 2 қолымызды 2 жаққа қарай созамыз, қайта көкірек тұсына әкелеміз. Ем болсын. Дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Құрметті оқырман, осымен аударманы аяқтаймын. Егер кеңестер сіздерге ұнап жатса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, менің шығарған видеом туралы сіздерге ескертпе барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Өз тәжірибелеріңізбен бөлісе отырыңыздар.